Медицина. Емдеу қолдарынан өлімге әкелетін ғылымға және қайтадан медицина әрқашан емдеуге арналған ба. Бір көзқарас. Емшінің жолы. Ежелгі емшілер Гиппократтан бастап қытайлық шөпшілерге дейін медицинаны қасиетті тепе-теңдік ретінде қарастырды. Зиян келтірме моральдық өзегі болды. Биология мен химия үйлесімділікті қалпына келтіруге арналған. Тіпті ерте химия, алхимия жойылуды емес, тазартуды мақсат етті. Екі көзқарас. Қараңғы алхимия. Емдеу құралдарын туғызған қызығушылық, сонымен қатар оларды жасады. Орта ғасырлық алхимиктер сынап, қорғасын және мышьяк эликсирлермен тәжірибе жасады. 19 ғасырда анестетиктер шығаратын химиялық зертханалар хлороформ мен мүйізгек газын да жасады. Емдеу мен зиян бір ыдыста. Биология мен химия қаруға қалай айналды? Бір көзқарас. Қорғаныс ғылымы. Биология ауру мен биоқауіптерден қорғану үшін білім берді. Вакциналар, антибиотиктер және қорғаныс құралдары әскери қаржыландырылатын зертханалар арқылы дамытылды. Мысалы, ақш-тағы Форт Детрик немесе Ұлыбританиядағы Портон Даун бастапқыда әскерлерді қорғау үшін. Екі көзқарас. Қаруланған ғылым. Сол зертханалар соғыста қолдану үшін сірке, оба және нерв газын жасады. Бірінші дүниежүзілік соғыста хлор мен фосген газы химиялық медициналық зерттеулерден пайда болды. Екінші дүниежүзілік соғыстағы жапондық 731 бөлім микробиологияны апатпен үйлестірді. Емдеу мен қарғыс арасындағы шекара дерлік жоғалып кетті. Медициналық инновация қашан медициналық пайда болды? Бір көзқарас. Қажетті капитал. Үлкен фармацевтикалық компаниялар жоғары пайда ГЗТКЖ, клиникалық сынақтар және қауіпсіздік үшін қаржыландырады деп дәлелдейді. Инсулин аналықтары мен МРНК вакциналары миллиардтаған инвестицияны қажет етті. Олар пайда циклі инновацияны қолдайды деп мәлімдейді. Екі көзқарас. Пайда тұзағы. Тарих басқаша көрсетеді. Тәуелділік тудырмайтын Purdue Pharma 1996 опиоидтер, жүктілік үшін қауіпсіз 1953 жылдар талидомид. Екеуі де миллиондаған адамға зиян келтірер алдында миллиардтаған пайда тапты. Корпоративтік медицина кейде денелерді емес, баланстарды емдейді. Вакциналар құттық па, әлде бақылау қаруы ма? Бір көзқарас адамзаттың қалқаны. Вакциналар шешек ауруын жойып, балалар өлімін 95%-ға азайтты. МРНК платформалары қазір қатерлі ісік иммунотерапиясы мен әмбебап тұмау вакциналарын уәде етеді. Олар әлі де ғылымның ең үлкен гуманитарлық жетістіктерінің бірі болып табылады. Екі көзқарас. Этикалық және саяси теріс пайдалану. Алайда тарих этикаға жат әрекеттерді жазады. Тускеге мерез зерттеуі, мәжбүрлі стерилизациялар және кеңес соғысы кезіндегі биоқару сынақтары бейбіт тұрғындарға. Сенімсіздік ғылымнан емес, оны таруландырған институттардан туындайды. Дәрі-дәріде уда бола ала ма? Бір көзқарас. Емдеу дозасы, Парацельс айтқан, барлық заттару және ештеңе усыз емес. Кек доза бір нәрсені у емес етеді. Химиотерапия, дигиталис және тіпті радиациялық терапия бұл парадоксты бейнелейді. Артық болса өлімге әкеледі. Кепетеңдікте өмірді сақтайды. Екі көзқарас. Тәуелділік циклі. Заманауи дозаны басқару жаһандық тәуелділік эпидемиясын туғызды. Емдеуге арналған ауырсынуды басатын дәрілер көше наркотиктеріне айналды. Антибиотиктер төзімді супербактерияларды жасады.
адамзаттың химиялық тәуелділігі дәріханаларды тыныш шайқас алаңдарына айналдырды. Жасанды интеллект келесі емші ме, әлде келесі қару ма? Бір көзқарас, жасанды интеллект үлкен емші ретінде. Жасанды интеллект модельдері ақуыз құрылымдарын болжайды. DeepMind'тің AlphaFold. Дәрілік заттарды ашуға жылдамдатады және кедей аймақтарда қашықтан диагностикаға көмектеседі. Болашақ биосандық егіздер, дәрігер тағайындамас бұрын дәрілерді виртуалды денеңізде сынауы мүмкін. Екі көзқарас. Жасанды интеллект биоқару архитектор ретінде. Сол алгоритмдер адамнан тезірек оларды жасай алады. 2022 жылы зерттеушілер дәрілік заттарды ашуға үйретілген жасанды интеллект әртүрлі сұраныстар бойынша 6 сағат ішінде 40 000 өлімге әкелетін молекулаларды жасай алатынын көрсетті. Медициналық жасанды интеллект пен синтетикалық биоқару арасындағы сызық бір параметр. Біз гендік өңдеуден қорқсақ па, әлде оны қабылдасақ па? Бір көз қарас, код арқылы емдеу. CRISPR технологиясы жақын арада тұқым қуалайтын соқырлықты, қатерлі ісік мутацияларын және орақ жасушалы анемияны жоя алады. Қағидат бойынша ДНК-ны өңдеу жақсылық үшін тағдырды қайта жазу болып табылады. Екі көзқарас, дизайнерлік адамзат. Бірақ реттелмеген өңдеу Евгениканы шақырады. Қытайдағы 2018 жылғы CRISPR балалары жанжалы ғылымның этикалық шекараларды қаншалықты тез кесіп өте алатынын көрсетті. Болашақ медицина жеке адамдарды емдей ме, әлде қоғамдарды жасай ма? Медицинаның болашағы қандай болады? Емдеу немесе бақылау? Бір көзқарас, адамгершілік медицина. Кванттық сенсорлар, наноботтар және регенеративті биобасып шығару тіндерді атом бойынша жөндеуге мүмкіндік береді. Орталықсыздандырылған биотехнология және ашық бастапқы медициналық зерттеулер емдеуді демократияландыру мүмкін. Екі көзқарас. Орталықтандырылған биоавторитет. Сонымен қатар, үкіметтер мен корпорациялар сіздің генетикалық деректеріңізді, мінез-құлқыңызды және денсаулық алгоритмдеріңізді иеленуі мүмкін. Денсаулық паспорты әлеуметтік қол жетімділікті анықтауы мүмкін. Медицина қамқорлық емес, басқару құралына айналады. Қорытынды. Пышақ пен қылыш арасында. Медицина мен қару-жарақ бір түгірден шыққан. Адамның биология мен химияға үстемдігі. Әрбір антибиотик, анестетик және алгоритм емдеуі немесе зиян келтіру мүмкін. Бұл ине қай жерде болса, дәрігер, диктатор немесе акционер. Болашақ тепе-теңдік, ашықтыққа, орталықсыздандырылған ғылымға және биотехнологиядағы моральдық сауаттылыққа байланысты. Келесі революция химиялық емес, ол этикалық болады. Ең қуатты медицина әлі де саналылық болады.